Шигане ты моя Шигане, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе, поле, про волнистую рожь при луне. Шигане ты моя Шигане, потому что я с севера, что ли. Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолей, потому что я с севера, что ли. Деп Сергей Есениннің тамаша өлең жолдары біздер кезінде осы жоғарғы сыныптарда Айтимова Жеміс Жұмағалиевна біздерге жаттатып, тамаша бойымызға сіңдірген орыс әдебиетінің осы керемет туындысы. Бұны мен сіздерге тектен-текке айтып отқан жоқпын, себебі кеше біздің үйде Иран елінің осы Шираз қаласынан шыққан, қазіргі таңда Норвегияның азаматтары болып отқан қонақтарымыз болды. Сол туралы келесі бейнебаянымызды жіберіп алмаңыз. Осыдан 10 жылдан астам уақыт бұрын біз Норвегияда тұрған кезде жолдасымның жұмыстағы әріптесі парсылық Али Риза мен оның жұбайы Захрамен танысып, жақсы араласып кеткенбіз. Кейін біз Қазақстанға көшіп кеттік, ал олар Норвегияда қалды. Сол уақыттан бері біз тек әлеуметтік желі арқылы ғана хабарласып жүрдік. Ал кеше ұзақ жылдардан кейін біз қайта қауыштық. Оларды үйімізге қонаққа шақырып, дастархан жайдық. Ет асып, қазақтың қазысынан да ұсындық. Олар қазының дәмін алғаш рет татып көрді. Бәріміз ескі күндерді еске алып, әңгімелесіп, күліп, шынайы достықтың уақытпен жоғалмайтынына тағы бір көз жеткіздік. Біз көріспей кеткен 10 жыл ішінде бұл отбасында үлкен қуаныштар болған екен. Осы аралықта олардың шаңырағын 2 Елена мен Лили есімді періштелер толықтырыпты. 2 сүйкімді қыз ата-анасының қуанышы, үйдің көркі болып өсіп келеді. Бұл жолы жолдасымның Норвегияда жұмыс табуына себепкер болған дәл осы Али еді. Ол менеджерінің қолына жолдасымның түйіндемесін тапсырып тұрып, бұл жігіт өте қабілетті маман деген сөздермен толықтырған. Сондықтан біз оның жақсылығын ешқашан ұмытпаймыз. Рахметіміздің белгісі ретінде оларды шаңырағымыздың құтты қонақтары етіп шақырдық. Қазақтың қалыптасқан дәстүріне сай құрметімізді білдіріп, оларға шағын қазақи нақыштағы сыйлықтар ұсынып, қонақтарымызды қошеметпен шығарып салдық. Құрметпен басталған достық бүгін тағы береке мен қуанышқа толды. Қуанышты күндеріміз көп болсын, дастарханымыз әрдайым осылай кең болсын.